Жапонияның оқу ағартуы туралы айтып жіберейік. Жапонияда жалпы 1-ші класстан 6-ші классқа дейін балалардың неге қызығатындығы туралы зерттеу алып барады екен. Яғни бала әнге қызыға ма, күйге қызыға ма деген сияқты, суретке қызыға ма, соған қарай тәрбиелейді екен. Негізінен тапсырмалары аз берілмейді деп айтсақ болады. Ал енді сауатсыздық дәрежесі 0, сауаттану 100% деп айтуға болады. Енді мектеп киімін киеді екен балалар біртұтас, сонымен қатар ұқсас сөмка тағады екен. Ал енді бір қызық информация болса, осы сөмкалары 1500 янға татиды екен жұмғы ақшасымен. Бұндағы артықшылық неде десек, енді Жапонияда күніге аз дегенде білінбейтін 5 рет жер сілкінісі болады. Сонда сол және жер сілкінген кезде балалар сөмканы басына киіп алса, басын қорғау ролы бар. Оқыстан суға түсіп кететін жағдай болса, судың бетіне қалқытып алып шығатын ролы бар екен. Сонымен қатар енді балалардың болашағына көңіл бөлетіндігі соншалықты, жәнегі автобусқа, метроға мінген кезде сіз қарияларға орын берсеңіз, қариялар ренжиді екен, мен ондай күйге түсіп қалған жоқпын, денсаулығым жақсы деп. Қайта қариялар және бала есіктен кіріп келетін болса автобусқа, орнынан атып тұрып балаларға орын береді екен. Бала болашақ деген мағынада. Енді қарап тұрсаңыз, оқу ағарту болсын, бәрінде керемет. Өйткені балаларды және машинамен мектепке әкеп салса, ұстаздар жағынан сынға ұшырайды екенсіз. Бұл деген сөз енді балалар заттық байлықпен бәсекелесу емес, біліммен бәсекелессін деген идея ғой деп ойлап отырмын. Жарайды достар, басқа да информациялармен бөлісетін боламыз. Қосылып алыңыздар.